Алтай аймағында өмірге келген жазушы Рысбек Дәбейдің әкелеріміз айтатын әңгіме кітабынан. Біздің ауылдың үлкендерін нағашы деп атайтын. Жасы елулер шамасында, жолдасы ертеректе марқұм болып кеткен бір ұлы, бір қызы бар Нұржамал деген кісі болды дейді. Ұлы ертерек үйленген, балалы шағалы, қызы біз 3-ші сынып оқып жүрген кездерде ұзатылды дейді. Есімі Аққыз. Бірде сол Аққыздан хат келіпті дейді. Ұзатылғаннан кейін 6-7 ай өткеннен кейін хат келіпті. Нағашымыз латынша әріп танитын 70-ші жылдардың аяғында Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуына көшкеннен кейін көпшілік Қытай қазақтары түсіне бермейтін дейді. Сол кезде мен мектептен келе жатқан кезде жолшыбай жолығып, айналайын құлыным-ау, қызымнан хат келді, оқып бере қойшы, үйде ешкім болмай тұр дегеннен кейін еріп үйге бардым дейді. Сол хатын ашып оқып едім, ауылды сағынғанын, барған еліне тастай батып судай сіңгенін айтыпты. Хатының аяқ жағына қарай келген кезде жеңеше құлағыңызға сыбырлайыншы деп еді. Әлгі кісі жылап жіберді дейді. Алақанын жайып күбірлеп бетін сипады. Рахмет құлыным деп бетімнен сүйіп шығарып салды. Мен ештеңе түсінгенім жоқ. Өзімнің бітірген шаруама риза. Үйге барып шешеме мақтанышпен айта қояйын деп жеткіздім дейді. Аққыздан хат келіпті, ауылды сағынғанын жазыпты. Хаттың аяғында құлағыңызға жеңеше сыбырлайыншы деп еді. Әлгі кісі жылады деп ем. Шешем де елең ете қалды дейді. Тәңір жарылқасын деп. Оны қайтейін деп ең сен деп өзім өрісіп тастады. Кейіннен естідік дейді. Аққыздың ішіне бір шиқет біткен екен. Соны жеңгесіне ибалы ишарамен жеткізіп тұрған түр екен ғой дейді. Кейін мен бір қоғамдық көлікте келе жатқан кезде бір келіншек ұялы телефонмен сөйлесіп келе жатып, кенет айғай салды дейді. Ой, бәрекелді қызым, құтты болсын, енді өзіңді күт, ана үйдің отымен кіріп күлмей шығуды қой, адамнан адам шығу оңай емес деп жорт кесті дейді. Біз күнде теледидардан көріп жүретін, өзге жұрттарда ғана болатын қазаққа мүлде жат қылық бір көрініс берді дейді. Сол кезде менің бәленбай жыл өтіп кеткен Аққыз сол бір оқиға көз алдыма еріксіз келді дейді. Мына қоғамдық көлікте келе жатқан адамдардың барлығы бөгде бір келіншектің құрсағында бір шарананың пайда болғанынан хабардар болып үлгерді дейді. Ал оны тілден, көзден жасыру керек қой. Әттең бүгінгі егілген бір талдан ертеңгі қара орман боларын сезіне алсақ, ұмытуға болмайтын заң, закон қаншама дейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.